Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Аза YouTube 2 ай бұрын осындай сервер ашылған тұғын. Енді осы ойында мен сіздерге міне осы FSB жұмысын обзор көрсететін боламын. Неше өзіміздің видеомызға кеттік. Бірінші бізде осы FSB-ның мақсаты армияны қорғау, және де екінші бізде 6 звездасы бар адамдарды ұстау, және де армияға осы бізде ОПГ дейді ғой, сол ОПГ-лар армияға шабылса жатады, сол шабылдан біз сол армияға көмектесу. Міне бізде адамдар бірінші көптеген звездасы бар адамдарды көретін боламыз. Не wanted деп жазамыз бірінші, және де осы жерде көптеген звездасы бар адамдарды қараймыз. Және де осы жерде бізде бірінші 5-ші ID-дегі біреу тұр екен. Енді осыны басып картада қай жерде екенін қарап аламыз. Және де картаны көрдік. Енді осы адамға баратын боламыз. Енді осы адамға барып, сосын өзіміздің причинамызды айтып, ары қарай ұстайтын боламыз. Міне енді біз өзіміздің адамымызға да таяу болып қалдық. Ендеше ол міне алдымызда. Енді осы адамды қарасақ, енді тоқтатамыз. Енді бұл адамды стой дейміз. Және де бұл адам қашып баратыр енді. Бұл енді жұмысын істеп жүрген, өзінің жүре берсін, шамалы өзінің жұмысынан шыққан соң барып ұстайтын боламыз. Әйтсем қазір неге админге non-RP деп бастасайды. Және де біз тағы да басқаларын қарайық. Канте дейді, бұл қайда екен? Енді бұл Коря кинода екен. Енді басқаларын қарап көрейік, шамалы жақындарын. Енді осыны қарап көрейік. Бұл да Коря кинода екен. Енді барлығы Коря кинода сияқты, білмеймін неге екендерін. Осыны қарайтын боламыз. Енді бұл зонада, контейнер ма бір неді зонада жүр. Енді бұларды ұстай алмаймыз, бізге заңда болмайды бұл. Енді осы бұл да неде екен. Енді осы Канте деген адамға баратын боламыз. Бұл Коря кинода. Ендеше қарап отырмай осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп отырайық. Енді жайлап осы адамға қарап барайық. Енді видеоны тез ұзартатын болам, сіздер жалықпас үшін. Кеттік. Енді осы жерде бір адамға не істеп, причинасын айтып ұстап атсақ, ол бізге non-RP боқтадың, бұл бізге балағат сөздерін айтып боқтап, осылайынан не істеп отқан соң алып кеттім. Енді бізде семейне не болып жатыр дейді. Бұл жерде семейне емес, бір немен қырылып атқандығын оларды көрдім мен. Сосын айтады, маған админ шақырам, анау-мынау деп қойды. Енді ол бізге қызық емес, админ шақырама, басқа қылама. Біз өзіміздің жұмысымызды атқарып, RP-мызды түсіндіріп айтқан тұғынбыз, ал өзі атып, мен общем солай істеген соң барып алып кеттім. Енді осы адамды апарып қамайтын боламыз. Енді ары қарай тағы да 2x'ге қоятын болам. Өздеріңіз қарай беріңіздер ары қарай. Міне осы жерде, мен адамды апаратсам, бұл админ шақырған екен. Сол админ әшеттемені күтіп алды, бірақ ештеңе демеді. Админге бар жазып жатыр, мені без причина ұстаған сияқты, форумға жалпы тастаймын саған деген сияқты сөздерін бәрін айтып жатыр. Енді оның бәрін мен админге түсіндірдім, айттым. Сосын админ ештеңе демеді. Сосын адам бірақ өзімен әр нәрселерді айтып, сенің жұмыстан шығартам, үйтем деді. Бірақ ол қолынан дым келмейді, себебі бұл мен бұның причинасын админге айтып қойғам. Осылайынан бұл адамды МВД-дағы неге КПЗ-ға апарып қамаймын. Енді өздеріңіз қарап отырған боларсыздар. Және осы адамды қамап болған соң мен сіздерге армиядағы атакадан қорғануды көрсететін болам. Енді осы адамды алып келдік МВД-ға. Енді осыны қамайтын боламыз. Осылайынан холд деп жазып, оны машинадан түсіреміз. Енді осылай сосын барып қамаймыз. Осылайынан жүргіземіз. Қарап аламыз. Енді кейде баг болып нарушение шешіліп кетеді, сондай болмас үшін. Қарап аламыз, артымыздан еріп жатыр. Осылайынан алып барамыз.
не осылайынан көбінесе есікке қараған кезде тіреліп қалады адамдар. Сонда осылай қарап алып келіп аламыз, әйтпесе анау бакпен кетіп қалады қашып. Осылайынан келеміз және де список командаға фракцияға кіріп қамайтын боламыз. Короче, осылайынан список команда фракцияға кіріп қарап аламыз. Және де сол нені жазатын боламыз. Короче, қазір осылай жазып аламыз. Осылай жазамыз және де осы адамды қамайтын боламыз. 20 және де опыля. Міне, короче, осы адамды қамадық. Міне, тағы да айтады, короче, осылайынан тим деп бізде скриншоттап аламыз. Так что админ бізге келіп сөйлеп отқан жағдайда оны және де ранг алуға да керек болады бұл скрин. Және де скриндап аламыз. Ендеше тағы да мен сіздерге қазір армияға не істейді ғой, опғар шабылсайды, сол опғардан қалай қорғану керегін сіздерге көрсететін болам. Опғар көбінесе 4-5 машинамен көп болып келеді және де армияның күші жетпейді. Сол кезде бізге рациямен айтады, осындай бізге шабылсады деп, сол кезде біз барып олардың алдын бөгейтін боламыз және де солай оларды ұстап қамап, болмаса атып тастаймыз сол жерде. Енді солай қайтып армияны қорғау керегін мен сіздерге көрсетемін. Осылайынан армияның алдына келеміз. Осылайынан бізде тұрып брейк деп жазамыз. Осылайынан чиптерді қойып машинаның баллондарын тесетін боламыз. Міне осылайынан бізде қойылатын болады чиптер. Осылайдан бізде қойып тексеретін боламыз. Ендеше қазір біз өзіміздің машинамызға отырып көрсететін боламын. Енді сіздер қарап отырғандарыңыздай. Не осылайынан опғалар келеді машинасымен. Осылайынан өткен кезде бізде баллондар тесілетін болады. Осылайша олар ұзаққа бармай, бізді оларды ұстап алатын боламыз. Енді осы видео қызық болып жатса, осы видео ойында қалай жүктеу керек екенін менің немде тұр. Осы видеоның описаниясында кіріп жүктеп аламыз. Және де міне бүгінгі бізде осындай видео болды. Ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып кетейік.